Сәлем достар! Үй жағдайында асқабақ шырынын дайындаудың құпиясымен бөлісетін боламын. Алдымен асқабақты жақсылап тазалап аламыз. Осы тазаланған салмағы 3 килограмм. Сосын осылай 4 бұрышты етіп ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Енді үлкен ыдысымызға салып асқабақты үстінен 2 литр су құямыз. Одан соң отқа қойып асқабақты қайнатамыз. Осылай қайнаған сәттен бастап 10-15 минут асқабақ жұмсарғанша пісіріп аламыз. Енді бетін ашып қойып салқындатып аламыз бір 15-20 минуттай. Одан соң осылай блендермен жақсылап еземіз. Арасында түйіршіктері қалмауы қажет. Осылай бір келкі болғанша езіп аламыз. Үстінен 500 грамм қантты саламыз және 2 шай қасық лимон қышқылын саламыз. Одан соң тағы да отқа қойып қайнатамыз. Бетіне пайда болған көпіршіктерді осылай алып тастау қажет болады. 5-10 минуттай қайнатып сұйықтығын тексереміз. Егер қою десеңіз үстінен тағы қайнаған су құюға болады. Мен қою болғасын үстінен 1 литр қайнаған су құйдым. Шырынды құятын банкамызды осылай жақсылап стерилдеп аламыз. Енді дайын болған шырынды осылай құйып шығамыз. Бетіне дейін толтырып құямыз. Әр ыдыстың қақпағын ауа өтпейтіндей тығыздап, қатты қылып жабу қажет. Енді асқабақ шырынын осылай 12-13 сағатқа жылы орап қоямыз. Одан соң дайын болған шырынды салқын жерде, яғни тоңазытқышта сақтау қажет.